Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жер ресурстарын тиімді пайдаланудың экономикалық мәселелері. Жер ресурстарын экономикалық бағалау әдістері. Жер ресурстарын қорғау, жақсарту және тиімді пайдалану. Сабақтың мақсаты жер ресурстарын экономикалық бағалау ерекшеліктерін түсіндіру, жерді бағалау жүйесінің элементтері туралы білімдерін қалыптастыру, жер рентасы формаларын талдау. Күтілетін нәтиже: жер ресурстарын тиімді пайдаланудың экономикалық мәселелерін біледі. Жер ресурстарын экономикалық бағалау әдістерін анықтап, сипаттай алады. Жер ресурстарын қорғау, жақсарту және тиімді пайдалану жолдарын талдай алады. Жер қойнауларындағы табиғи ресурстарды экономикалық бағалау. Бұл өндірілген шикізатты өткізу кезінде алуы мүмкін шамамен берілген әлеуетті әсерді анықтау. Ол бірқатар шаруашылықтық міндеттерді макро және микроэкономикалық деңгейлерде шешу үшін керек. Аталған проблемаға деген қызығушылық отандық экономикаға нарықтық қатынастар элементтерін енгізу шамасы бойынша 80-ші жылдардың екінші жартысынан өсе бастады. Табиғи ресурстарға экономикалық бағалау геологиялық барлау және өндіру кәсіпорындарын акционерлеуден вертикальды біріккен компаниялар құрудан кейін ерекше мәнге ие болды. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалаудың мақсаты: кен орындарын игерудің техникалық, экономикалық сызбаларын негіздеу, пайдалы қазбаларды өңдеу және қайта өңдеудің жаңа әдістерін, оны кешенді пайдалануды, сондай-ақ табиғатты қорғау шараларын өндіру болып табылады. Нарықтық экономика жағдайларында ресурстарды экономикалық бағалау объектілері үшін кен орындарын іздеуге арналған жердің перспективалы учаскелері, айқындалған кен орындары, толық барланған кен орындары және тағы басқа болуы мүмкін. Жер бағасы: капиталға айналған жер рентасы. Егер жердің адамзаттың мекені тұрғысынан қарасақ, жерге ешқандай баға жоқ. Жерсіз адам да, жан-жануар да, өсімдіктер де өмір сүре алмайды. Жерді жаратуға ешқандай да адам еңбегі шығындалмаған. Өздігінен адам еңбегінің нәтижесі бола алмайтындықтан жердің құны болмайды. Жеке меншік жағдайында жер тауар ретінде алып сатылады. Тауар айналысына енеді, яғни жер бағаланады. Жер бағасы бір жағына рента мөлшерімен, екінші жағынан қарыз процентімен белгіленеді. Жер бағасы рентаның көмегімен анықталады. Ал жер рентасы жер иесінің оны пайдаланушыдан алатын табысының бір бөлігі, яғни арендалық төленің бөлігі. Егер жер учаскесі жыл сайын 10 000 теңге рента келтіретін болса, ал банк салымнан 10% алатын болса, онда жердің бағасы 10 000 көбейтілген 100 бөлінген 10 болады, 100 000 теңге болады. Бұл жерге төлем шамасын жуықтап анықтау үшін пайдаланатын әдіс. Өндіріс факторы ретінде жер тауарлық сипат алады. Ол сатылады және сатып алынады. Оның нарықтағы бағасы оған сұранысқа тәуелді болады. Өндірістік құрал жабдықтар нарығына түсуден бұрын жер экономикалық жағынан бағаланады. Жер кадастры арқылы. Жерді бағалаудың бірнеше әдістері бар. Салыстырмалы құнарлықты дифференциалдық жер табысы қамтамасыз етеді. Бұлардың көлемі табиғат жасаған құнарлықтың дәрежесімен ғана емес, жерді жетілдіру үшін жасалған қосымша капитал салымдар мен еңбектен тәуелді болады. Бірақ жер сатылғанда оның иесі жердің қыртысын салып қоймайды. Ол одан жылдар бойы табыс, рента алу құқын сатады. Сондықтан оның есебі бойынша жер үшін алынатын сома. Егер ол банкте сақталғанда, оған процент формасында рентаға тең табыс әкелуге тиісті. Бұндағы ЖБ жердің бағасы, РМ рента мөлшері және QPM қарыз процентінің мөлшері. Ауыл шаруашылық жерлердің құны әдетте белгілі бірнеше шамаға көбейтілген ағымдағы ақшаға шағылған арендалық төлем түрінде көрсетіледі. Немесе басқа сөзбен, осы рентаны бірнеше жылға сатып алу түрінде. Бірақ бұл көрініспен алғашқы танысу болып табылады. Жерді бағалау жүйесі бірнеше элементтерден тұрады. Осыған жататындар: жер учаскелерінің құқықтық тәртібі және сапалық сипаттамалар туралы кадастрлық тіркеу кітабының информациясы, кадастрлық карталар және жер құнының регистрлері, басқа көздерден түсетін жер учаскелерімен мәміле туралы информация, жер және басқа жылжымайтын мүліктер нарықтары туралы информация, бағалау аймақтары мен жер учаскелері бойынша жердің кадастрлық бағалануы.
Жер өндіріс күші орналасу орны, тіршілік ортасы және экологиялық құндылық ретінде бағаланады. Соған байланысты тек дифференциалды рента ғана емес, абсолютті және экологиялық ренталар ескерілуі тиіс. Дифференциалды рента салыстырмалы өнімділігі құндылығы негізінде туындайды. Абсолютті рента жер шектеулігіне байланысты, ол экологиялық рента жер төлемдерінің орналасу мен экологиялық жағдайларынан туындайды. Толық жер рентасы R тең болады R дифференциалды қосылған R абсолютті. Мұнда R дифференциалды абсолютті экологиялық ренталар. Ауыл шаруашылығында ренталық төлемдерді анықтау әдістемесі бойынша дифференциалды рентаны өнімдердің сатылу бағасы мен жеке өндіру бағаларының айырмасымен есепте ұсынылады. Ал абсолютті рента бағаның құрамында ескеріледі. Макроэкономикалық деңгейде рента қоғамдық өндірісте алынған қосымша құнның ұлттық табыстың бір бөлігі ретінде қарастырып, келесі формуламен анықталады. Экономикалық өнімділіктің тұтыну құндылықтары. Бұған жататындар: жердің өнімділігі, табиғи өнімділігі, еңбек өнімділігі, жасанды, экономикалық құндылық, экологиялық құндылық, әлеуметтік құндылық жатқызылады. Жердің тұтыну құндылығы мен экономикалық өнімділігіне тікелей байланысты, бірақ ерекшеліктер де бар. Егер экономикалық өнімділік жер мен оған жұмсалған еңбектің өнімділігі арқылы көретін болса, тұтыну құндылығы онымен қоса еңбек ету және тіршілік ортасы құндылығын қамтиды. Сондықтан жерді экономикалық бағалау оның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік құндылықтарын анықтау болып табылады. Жердің өнімділігі мен топырақтың құнарлылығы бонитеті тура пропорционалды шамалар. Сондықтан ауыл шаруашылық жерлерін экономикалық бағалауда өнімділік орнына бонитет балының көрсеткішін қолдануға болады және жерді табиғи қасиеттеріне сәйкес нақтырақ бағалауға мүмкіндік туады. Өйткені өнімділік шамасына топырақтың сапасынан басқа көптеген табиғи және еңбек факторлары әсер етеді. Жердің тұтыну құндылығымен қатар қалпына келтіру құнын анықтау да маңызды. Қалпына келтіру құны әдетте жұмсалатын потенциал шығындарымен анықталады. Ауыл шаруашылығындағы мақсаттардан басқа жерлер тұтыну құндылықтарына сәйкес бағаланады. Мұнда жерге сұраныс, әлеуметтік, экологиялық жағдайлары бағалау шамасы әсер етеді. Сіздерге төмендегі тапсырмалар берілген. Бірінші тапсырма – бақылау сұрақтары. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалаудың функциялары, табиғи ресурстарды экономикалық бағалау көрсеткіштері және оларды анықтау әдістері, жер рентасы қалай анықталады, бонитеттік балдар қалай жүргізіледі, жерлердің санитарлық қорғалуы, қазіргі заманғы ауыл шаруашылық техникасының топыраққа әсері. Келесі екінші тапсырма бұл тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Тест тапсырмалары, тест сұрақтары. Үшінші тапсырма өздеріңіз тұрып жатқан аймақтың жер ресурстарын қарастырып, олардың топырағының жағдайын, жер бедерінің жағдайын сипаттаңыздар. Егер жердің сортаңдану, батпақтану немесе жердің шөлге айналу жағдайлары болса, онда сол жағдайлардың себептерін анықтап жазыңыздар. Құрметті студенттер, берілген тапсырмаларды бағалау критерийлерін ескере отырып, Платонс платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.